Сәлем балалар, бүгін біз 74-ші сабақтың бірінші есебін бірге шығаратын боламыз. Бірінші есепте бізде есепті шығар дейді. Есептің шарты міндетті түрде оқимыз. Цирк аренасында үйретілген иттер өнер көрсетті. Оларда 5 қызыл доп, ал одан 3-еуі артық жасыл доп болды дейді. Үйретілген иттерде жасыл доп нешеу дейді. Ал енді біз алдымен бізге берген сұлбаны толтыруымыз керек. Яғни мына жерде белгісіз не екенін жазып қоюымыз керек. Бізде есептің шартында санға назар аударамыз. Бізде 5 қызыл доп белгілі, және одан 3-еуі артық жасыл доп белгілі. Ал біз сұрағын ең соңғы сөйлемнен таба аламыз. Үйретілген иттерде жасыл доптың саны нешеу дейді. Яғни бізде жасыл доп белгісіз. Қызыл доптың саны 5-еу, жасыл доптың саны белгісіз, бірақ нешеу артық дейді. 3-еуі артық жасыл доп дейді. Яғни мына жерге 3 деп жазып қоямыз. Енді есептің шартын қалай құрастырамыз? Есептің шартына біз белгілі, яғни бізде бірінші белгілі 5 саны болды, ол қызыл доптың саны. Есептің шартына жазамыз. Қызыл доп саны 5-еу, ал жасыл доптың саны белгісіз. Біз жазамыз жасыл доп белгісіз, бірақ, яғни үтір қоямыз, бірақ нешеу артық? 3-еуі артық. Біз сызық жібереміз, яғни жоғары қарай сызық жібереміз. 5 топқа қарағанда 3-еуі артық деп тұр. Бізде нені табуымыз керек? Жасыл доптың санын табуымыз керек. Бұл жасыл доптың санын табу үшін мына артық деген сөзге назар аударамыз. Егер бізде артық деген сөз берілетін болса, біз сандарды бір-біріне қосамыз, яғни 5 пен 3-ті қосамыз. Есептің шешуін жазамыз. Шешуі 5 пен 3-тің қосындысы. Жауабы шығады 8. Не? Сұрақ бізде жасыл доп болды. Ж деп қысқартып жазып қоямыз. Есептің жауабына біз сұрағын көшіріп жазамыз. Кіші әріппен жасыл доп 8. Немесе 8 жасыл доп деп жазсақ болады. Сонымен біздің бірінші есебіміз осымен шығарылды. Біз екінші есепті шығарамыз. Бұл жерде есептерді шығар дейді. А нұсқасы мен Ә нұсқасы берілген. Бірінші біз А нұсқасын шығарамыз. Суретші 7 қызғалдақ пен одан 2-еуі артық гүлкекіренің суретін салды дейді. Суретші неше гүлкекіренің суретін салды? Бізде ең бірінші белгілі 7 қызғалдақ. Одан кейін 2-еуі артық гүлкекіренің суреті. Ал бізде сұрағымыз суретші неше гүлкекіренің суретін салды? Яғни бізде белгісіз гүлкекіре, бірақ ол 2-еуі артық қызғалдаққа қарағанда деп тұр. Осы жерде біздің есептің шарты құрастырылып тұр астында. Біз соны сандарды орнына қоюымыз керек. Қ деп тұрғанымыз ол қызғалдақ. Қызғалдақтың саны 7, ал гүлкекіренің саны белгісіз. Нешеуі артық? Бізде 2-еуі артық болды. Яғни 2 деген санды осында жазатын боламыз. Енді біз шешуін қалай жазамыз? Шешуінде біз артық десек, не істейтін едік? Қосатын едік. Яғни 7 мен 2-нің қосындысы. 7 мен 2-нің қосындысы болады 9-ға тең. Жақшаның ішіне Г деп жазып қоямыз. Ол гүлкекіре деген сөз. Жауабына біз сұрағын көшіреміз. Яғни 9 гүл кекірені салды. Гүлкекіренің суретін салды. Бұны қысқартып жазсаңыздар да болады, яғни мынаны Г деп алсаңыздар да болады. Келесі бізде бірінші А нұсқасы шықты. Шешуі мен жауабы. Енді біз Ә нұсқасын шығаратын боламыз. Суретші 9 гүлкекіренің және одан 2-еуі кем қызғалдақтың суретін салды. Суретші неше қызғалдақтың суретін салды? Яғни бізде гүлкекіренің саны белгілі, біз бағанағы тапқан. Ал енді біз қызғалдақтың санын табуымыз керек. Бұл бірінші А нұсқасына кері есеп болып саналады. Сондықтан біз қазір мына берілген қысқаша шартын толықтыратын боламыз. Гүлкекіренің саны 9 дана, ал қызғалдақтың саны белгісіз. Нешеуі кем? Мына 2 дегенді жазып қоямыз. 2-еуі кем деген сөз. Енді біз шешуіне қалай жазамыз? Әнің шешуі кем десе, біз міндетті түрде азайтатын боламыз. Өйткені кем дегеніміз азайту арқылы табылады. 9 мен бізде 2-еуі кем болса, 2-ні азайтамыз. Жауабы 7 қызғалдақ. Қысқартып жазып қоясыздар. Жауабына сұрағындағы сөзді көшіріп жазамыз. Яғни қызғалдақтың саны қызғалдақ 7 дана деп көшіреміз. Біздің осымен екінші есебіміз осылай табатын боламыз. Мынау А нұсқасы, мынау Ә нұсқасы. Мынау есептің шарты. Шартына осыны көшіріп, шешумен жауабына мынаны көшіресіздер. Әнің шартына
осы екеуін көшіріп шешу мен жауабына мына ә нұсқасындағы жазғанымды көшіретін боласыздар. Келесі бізде үшінші есеп. Бұл өзіндік жұмыс. Есептің шартын толықтырып берілуін қысқаша жаз дейді. Хайуанаттар бағында 3 ересек, мінекей 3 ересек суретте, және маймыл мен олардан екеуі артық, яғни мына 3 маймылға қарағанда екеуі не болады? Артық кішкентай маймыл бар дейді. Хайуанаттар бағында қанша кішкентай маймыл бар дейді. Яғни кішкентай маймылдың санын анықтауымыз керек. Бізде кішкентай маймылды, яғни мына сұраққа жазамыз. Мына жерге ересек маймыл саны 3, ал кішкентай маймылдың саны белгісіз, бірақ нешеу артық? 2 артық. Бұл сөздерді қайдан аламын деп уайымдамаңыздар. Осы жердегі барлық бізде белгілі сөздерді, белгілі сандарды белгілеп аламыз да, солай жазатын боламыз. Мінекей кішкентай маймылдың нешеу артық екені, ересек маймылдың саны, одан кейін нені анықтау керек, яғни кішкентай маймылдың санын анықтау керек. Бұл сұрақ белгісіне кетеді. Енді біз есептің шартымен, есептің шешуімен жауабын табуымыз керек. Мен осының астына шығара берем. Шешуі артық болса, біз міндетті түрде екі санды бір-біріне қосатын едік. 3 пен 2-ның қосындысы 5. Яғни 5 ол кішкентай маймылдың саны. Мұнда жазып қоямыз кішкентай маймыл. Енді жауабына біз сұрақтағы сөзді көшіреміз. 5 кішкентай маймыл бар. Осымен біздің үшінші есебіміз осылай шығарылады. Төртінші есепті оқимыз. Таспалардың ұзындығын өлше дейді. Түсі бірдей таспалардың жұбын салыстыру нәтижесін жаз дейді. Бізде осы жерде берілген таспалардың барлығын сантиметрмен өлшейсіңдер, сызғышпен өлшейсіңдер. Мен алдын ала өлшеп алдым. Және де осы жерде түсі дейді. Міне, түсі бірдей таспалардың жұбын салыстыр. Ең бірінші бізде көк түсті таспа тұр, яғни 3 сантиметрмен 3 сантиметрді салыстырамыз. Номер 4-те жазамыз 3 сантиметр, және арасына 2 түп тастап, қайтадан 3 сантиметр деп жазамыз. 3 сантиметр мен 3 сантиметрді салыстырғанда бізде неше шығады? Бізде тең шығады. Яғни міне екеуін салыстырамыз. Түстер бірдей ғой. Келесі 5 пен 2 сантиметр. 5 сантиметр және 2 сантиметр. Екеуінің түсі бірдей болғандықтан осы екеуін салыстырамыз. Яғни 5 сантиметр артық 2 сантиметрден. Келесі бізде басқа таспалардың түстері бірдей емес, сондықтан оларды біз не істемейміз? Салыстырмаймыз. Осы екеуін ғана салыстырамыз.